Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен мамама сюрприз жасап, тамақ істейтін боламын. Үйде барлық азық-түліктер бар екен, только кола ғана жетіспей тұр екен. Сол себептен қазір мен магазинге кіріп кола аламын. Кеттік. Anasam, ya sosuk kalasınız. Anasam Dostlar, men қазір күшті тамақ істеймін. Мамаға ұнайды деп ойлаймын. Өте күшті тамақтың дәмі де, түрі де өте аппетитный болады. Достар, мама ертеде келіп қалуы мүмкін. Сол себептен тез-тез тамақты істеу керек. Сәлем достар. Бүгін Сымбат маған подаркым бар, сізге подарок істеймін деп жүреді. Жаңа үйге кеп қасам, қараңыздар бұл қыз не істеп отырғанын. Мінеки, сөйтсем қызым мен келгенде тамақ істеп отыр екен. Міне, турап қойыпты жартысын уже. Не істеп жатсың, Сымбат, кән? Сәлем деп жер. Сәлем достар. Бүгін мен мамам демалсын деп, өзім тамақ істеп жатырмын. Мамам мен негізі сіз келім дегенше бітіріп қоям ба деп ойлаған ғой. Бірақ сіз ерте келіп қалсыз ғой. Мен сен тамақ істейді деп ойламадым. Подарка дегенге мен басқа бір нәрсе шығар деп ойласам. Мен қызым тамақ істеп отыр екен. Міне заттарын бәрін дайындап қойыпты ғой. Күшті істейді екен. Анау не еді ыдыстағы? Бұл май. Май ма? Мынаған құясың ба? Қандай бұл тамақтың аты қандай? Бұл тамақтың аты аламыз саламыз деп аталады. Күшті. Аламыз саламыз дейді. Аты күшті екен. Не бар бұның ішінде? Не салып жатсың? Бұның ішінде горячка бар, сосын болгарский бар, пияз бар, сәбіз бар, осы картошка бар, көп сағаттар бар. Күшті екен, маған ұнап отыр сен подаркың. Бүгін рахаттанып жат демалатын болдым ғой тамақ піскенше. Өзім шашап келіп едім жаңа. Мен бұндай сюрприз болады деп ойламадым. Рахмет саған. Тымыққа, Сымбат. Күшті екен. Күшті турап жатсың ба қазір бірінші картошканы? Абайла, қолыңды абайла. Көмектесейін ба саған? Жоқ, көмектесіп қойыңыз, өзіңіз заттарыңыз көріп. Жақсы онда. Мен кеттім, қазір шамалдан кейін қайтып келем. Иә? Мен оған дейін дайындап қоямын сізге. Укропқа келдің ба? Картошканы бәрін турап қойдың ба? Мама маған ең турағанда ұнайтын қайсысы айтайын ба? Ол осы укропты. Қатты ұнайтын укропты тураған. Күшті турап жатыр екенсің ғой? Бұның дәмі қандай болып шығады екен? Күшті болып шығатын шығар, иә, мен қызымның тамағы. Күшті болып шығады дәмі. Алдын мен бір рет істеген ем ғой, соны көріп үйреніп алғансың ба сен? Сол кезде қасыңызда отырып едім ғой. Жаттап алдың ба? Енді нені турайсың? Енді мен мынау нені турайым. Не даттым? Атын ұмытып қалдың ба?
Капуста. Ya kapusta. Мен саған көмектесіп жіберейін капустаны турауға. Иә? Қазір мен капустаны турап жіберейін. Капустаны бұған есіңде ма капуста қалай турағанымды? Осылай бөлеміз да. Осылай бөлеміз, мына жерін алып тастаймыз. Ортасын. Так. Сен точно күшің келмейді ау, иә? Мен кеп қалғаным жақсы болды ғой. Мына осылай бөлеміз. Сен қазір өзің араластырарсың, иә, қызым, иә? Ya. Ne? Сочный. Жете ма осы капуста? Ya осы kapusta жетеді. Енді араластырасың ба? Ya осы араластырам. Ал міне Сымбат енді араластырамын деп жатыр міне. Сымбаттың тамағынан бүгін дәм татып күшті кеш болады бүгін. Достар, еще мынаның бәрін бүйтіп ашу керек. Капусталарына. Ya. Ашып тастау керек. Достар, söyleyip kеттім, сөйлеп алайын. Достар, мен қазір сіздерге осы тамаққа не қосылатынын көрсетемін. Осы май, оны сіз кішкене айтып тұрасыз ба? Мен кішкене ұмытып қалыппын. Мақұл, құя бер, айтам. Құя бер. Соның жартысын полный құя бер. Құй өзім тоқта деп айтам. Болды. Енді біз елерді до конца бүйтіп ашамыз. Достар, менің тамағым тәтті болады деп ойлайсыздар ма? Тәтті болады деп ойлаймын. Тәтті болады деп ойлаймын мен. Өйткені сен қалай істеп жатсың, қызым? Шын махаббатпен істеп жатырмын. Жан. Күшті болады, құдай қаласа. Сымбаттың тамағына келіңіздер сіздер де. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Достар, енді біз тағы да заттар қосамыз. Ол заттар бізде осындай тұз болады, сосын осы приправа болады, сосын қуырдақтың осындай приправасы, потом осындай қара бұрыш қосылады. Қазір мен мыналарды до конца араластырып болайын. Достар, енді мен ең соңғы осы тұзды қосып жатырмын. Достар, енді мен қазір су алып келейін. Бұған су да қосу керек еще. Ал достар, енді мен су әкелдім. Біз суды не себептен көп қосамыз? Өйткені тамақ бізде сочный болу үшін. Достар, мен енді томат қосайын деп жатырмын. Томат қосуды ұмытып кеттім. Хоппа. Қараңыздар, томатты кішкене қосып жіберейік. Енді бұны араластырамыз. Ұшып кетіп жатыр ма? Иә. Біз томатты тамағымыз қызыл болу үшін қосамыз. Ал достар, мен араластырып болдым. Қараңыздар, сочный болып тұрып. Енді мен осындай пакетке саламын. Күшті осы. Осындайы.
өзіңізге көп болады. Кетті. Сымбатынан ашамай соғып ашты. Bak. Elime saldım olsun. Hayır anne. Bak. Evet. Трошки шкітою. Oybayanlar kendini küçültedeki dostlar. O nasıl sakırmış? Sapireyim ben. Ya. Ay ba, tamam kısım gitti. Yok mama uzun sağlam da. Akıllı uzun istemem. Mіне достар, сымбат суын құйып болды. Dostlar, men bozdum уже. Men buған тағы да 2 бокал су құйдым. Осы бокалмен суы аз болып қалды. Hoppa. Үш. Лемон достар жаман ауыр. Аламыз. Болды тиме. Жас кетті ма? Dostlar, men болдым. Қазір бұны духовкаға ровно 1 сағатқа қоямын. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазір мен апарамыз. Dostlar, men tamam dayı болды. Қараңыздар, түрі өте күшті, аппетитный болды. Қараңыздар. Dostlar, осы тамақты сіздер дайындап көріңіздер. Маған өзіме қатты ұнайды. Лайк басып, комментарий жазып кетейік.